Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін французша ет тағамын дайындайтын боламыз. Яғни мясо по-французскиді противенді дайындаймыз. Өте дәмді тағам және де кешкі асқа жеңіл, ерекше тағам болып табылады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дайындауына небәрі 15-20 минут көлемінде кетуі мүмкін, ал пісіруіне 45-50 минут жеткілікті. Өте дәмді болып шығады, балаларға да ұнайды. Ең алдымен картоптарымызды тазалап, осылай дөңгелек етіп турап аламыз, жұқалап. Сіздердегі адам санына байланысты дайындаймыз. Мен орташа көлемдегі 6-7 картопты осылай дөңгелек етіп турап алдым. Одан кейін 350-400 грамм мөлшеріндегі жаңағы тартылған етімізге 3 тісше сарымсақты қосып, 1 шай қасық тұз қосып, және де біраз көлемде қара бұрыш салып, жарты шай қасық паприка қостым. Осы заттарды араластырып, жақсылап дайындап алдым. Етімізді дайындап болғаннан кейін 1 немесе 2 пиязды осындай жақсылап турап, жіңішкелеп, одан кейін қызанағымызды турап дайындап аламыз. Қызанағымызды домалақ етіп тураймыз, дөңгелек етіп. Енді кезекте салмасына майонез немесе осындай қаймақ пайдалануға болады. Менде қаймақ пайдаландым, 20%. Осындай кондитерлік мешокқа салып пайдаланған өте ыңғайлы болады, немесе қасықпен жақсаңыздар да болады. Жаңағы дайындап болған картопымызға жарты шай қасық тұз, біраз қара бұрыш, және де 2-3 қасықтай сұйық май құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді кезекте противенімізді дайындап, сұйық маймен майлап астыңғы жағын. Одан кейін үстіне жаңағы дайындаған картоптарымызды саламыз. Картоптарымызды осындай жаңағы бірінің үстін бірі басатындай етіп жинап шығамыз әдемілеп. Картопымызды салғаннан кейін жаңағы дайындап қойған қаймағымызды жұқалап жағып шығамыз. Енді кезекте дайындап қойған тартылған етімізді саламыз. Осылай жұқалап, жаймалап салатын боламыз. Еттің барлығын салып болғаннан кейін енді кезекте пиязды бетіне саламыз. Пияз салмас бұрын кішкене қаймақтан тағы да жұқа қабат жағамыз. Одан кейін дайындап қойған пиязымызды саламыз. Егер де сіздің балаларыңыз жаңағы пиязды ұнатпайтын болса, пиязды тағамның бір жақ бөлігіне ғана қосқан дұрыс екен. Сонда екінші жақ бөлігін балаларға кесіп беретін боласыз. Себебі піскен кезде де кішкене пияздың дәмі шығатындай болады. Енді кезекте жаңағыдай дайындап алғаннан кейін 40 минут көлемінде 180-200 градуста пеште пісіріп аламыз. Пісіріп алғаннан кейін барып жаңағы бетіне ірімшікті
салатын боламыз. Күштен өткізіп саламыз және де 5-10 минут көлемінде ғана ұстайтын боламыз пеште. Сонда осындай әдемі болып шығады.